Қайырлы күн баршаңызға. Тоқыма сыр арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл Нұрпейісқызы. Мен бүгін сіздерге слетик тоқудың жаңа үлгісін көрсетемін. Бұл слетик 37-38 размерге тоқылды. Слетиктің тоқылуы осы қоныш өкшө тұсынан бастап тоқылып, одан кейін өкшөсі тоқылып, өкшөсі стронка әдісімен тоқылған. Одан кейін табаны тоқылады да бас жағынан қысқартылып, кейін алды тоқылады. Осы слетикке ұқсас слетик біз алдында тоққан болатынбыз. Сол міне бірінші біз өкшені тоқып алып, осылай, одан кейін табанын тоқып, алдын тоққанбыз. Енді бұл да тура соған ұқсас, тек қана бұл жерде осындай биігірек өкшө тұсы тоқылады. Сол қонышы арты биік тоқылады, задник. Одан кейін өкшө тоқылады. Және өкшө бұл жерде міне өзіміз тоқып жүрген классикалық әдіс емес, стронг үлгісінде тоқылған. Одан кейін бұл жерде де міне ортада үш ілмек болады, екі шеттен қысқарып отырады. Ал біз бұл слетикте біркелкі тоқып, бас жағына келгенде екі шетінен қысқартқанбыз. Алды да басқаша тоқылған. Енді бұл слетикті тоқу үшін бізге екі біз керек. Мен жіп осындай жуан болғандықтан мен 2,5 бізбен тоқыдым. Бұл менде қалдық жіптер осындай, және меланж қалдық жіп. Осындай екі біз, одан кейін екі маркер керек болады, және артық жіптерді қиятын қайшы. Мен енді бұл жіп жуан болғандықтан 19 ілмектен тоқыдым. Егер сіздер жіңішке жіптен тоқитын болсаңыздар, онда ілмек санын көбірек тересіздер. Осы 19 ілмекті оң жағынан да, теріс жағынан да оң тоқып, 5 рет тоқып аласыздар. Бұл менде 5 рет тоқылды. 5 рет дегеніміз 1, 2, 3 жол оң жағынан. Ал теріс жағынан қарайтын болсақ, 2 жол болады. Енді задникті тоқимыз. Слетигіміз әдемі киілу үшін, аяқты әдемі тұру үшін осындай биігірек задник тоқимыз. Менде қазір 19 ілмек бар. Осы 19 ілмекті 3-ке бөліп аламыз. Ортасына 3 ілмек және 2 шетіне 8 ілмектен болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ілмек. 8 ілмекті тоқып алдық. Енді ортаңғы 3 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3. Енді укороченный рядпен тоқимыз. 3 ілмекті тоқып алдық. Сонда біз барлығы 2, 4, 6, 8, 10, 11 ілмек тоқыдық. Енді келесі ілмекті, бұл жақта 8 ілмек бар. 2, 4, 6, 8 ілмек. Келесі ілмекті тоқмай іліп аламыз да, жіпті тоқманың алдына алып, бұл жіпті осылай орап аламыз. Орап аламыз да, енді осы жерден қайтадан 3 ілмекті тоқимыз. 1, 2, 3 ілмек. Және тура осылай 1 ілмекті тоқмай алып, жіпті тоқманың алдына жіберіп, оны осылай жіпке орап аламыз. Енді 1, 2, 3, мына 4-ші ілмекті қосып аламыз. 4-ші ілмекті қосып аламыз да, енді тағы да 1 ілмекті осылай жіпке орап аламыз. Тоқмай аламыздағы жіпті тоқманың алдына алып, бұл жіпті осылай тоқып жатқан жіпке ораймыз ілмекті. Енді 1, 2, 3, 4, 5 ілмек тоқып аламыз да, енді тағы да келесі ілмекті тоқмай, оны жіпке орап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, орап алған жібімізді, ілмегімізді тоқып аламыз. 6, және келесі ілмекті тура осылай жіпке ораймыз. Енді осы жерден қайтадан теріс айналып, 1, 2,
3, 4, 5, 6 және 7 ілмекті тоқимыз да, келесі ілмекті тағы да жіпке орап аламыз. Ілмекті тоқмай ала тұрамыз дағы, жіпті тоқманың алдына жіберіп, кері қайтамыз. Өстіп, соңғы 2 четте 3 ілмектен қалғанға дейін тоқимыз. Осымен 2 четте 3 ілмектен қалды, енді ары қарай ілмектердің барлығын тоқимыз. Осы соңғы 3 ілмекті тоқимыз. Осылай тоқимыз да, енді бұл жағынан да аяғына дейін тоқимыз. Осылай аяғына дейін тоқып алдық, заднигіміз осылай тоқылды. Енді ары қарай өкшені тоқимыз. Енді ол үшін осы тура ортасы менде 5 ілмектен тоқылды. Және 2 четі 7 ілмектен. Енді 7 ілмекті тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ілмекті тоқып аламыз да, 1 ілмекті протяжкадан көтеріп, 1 ілмек тоқып аламыз. Тоқып аламыз да, енді осы жерден маркер қоямыз. Маркер қоямыз да, 5 ілмекті тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 ілмек. 5 ілмекті тоқып, бұл жерден тағы да маркер қоямыз дағы. Маркер қойып, протяжкадан 1 ілмекті осылай іліп аламыз. Іліп аламыз да, және 1 ілмекті тоқып аламыз. 1 ілмекті қосып аламыз да, енді тоқымамызды кері айналдырып, бұл ілмегімізді тоқымай жіпке екінші бізге өткізіп аламыз да, осыға қатты тартатын болсақ, бұл жерде 2 ілмек пайда болады. Осылай тартамыздағы енді ілмектерді теріс тоқимыз. Теріс жағынан теріс, оң жағынан оң тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ілмегіміз. Одан кейін енді маркерді өткізіп алып, 1 ілмекті тоқып, және келесі ілмекті тоқып аламыз. Осылай тоқып алдық. Енді бұл ілмекті де осылай қатты тартып, 2 ілмек болды. 1 ілмекті тоқып, маркердің алдында тағы 1 ілмекті протяжкадан көтеріп алып, оң тоқимыз. Маркерді өткізіп, ортадағы 5 ілмек тоқи береміз. 1, 2, 3, 4, 5 ілмек. 5 ілмек тоқып алдық. Маркерді өткізіп алып, енді бұл жерден тағы 1 ілмекті осылай протяжкадан тартып алып, оң тоқимыз. 1, 2, және біз жаңағы тартып 2 ілмек болып тұрған ілмекті осылай 1 ілмек тоқимыз. 1 ілмек тоқимыз да, тағы 1 ілмекті қосып аламыз. Қосып аламыз да, осы жерден қайтадан теріс айналып, бұл ілмегімізді осылай тартсақ, 2 ілмек болады. Тартамыздағы енді ілмектерді теріс тоқимыз. 1, 2, 3 ілмек болды. Маркерді өткізіп алып,
ортадағы 1, 2, 3, 4, 5 ilmekті тоқып, маркерді өткізіп, 1, 2, және жаңағы 2 ilmегіміз, 1 ilmek тоқимыз дағы, 1 ilmekті қосып аламыз. Енді бұл тоқыманың оң жағы, егерде бұны тартып 2 ilmek қылған қиындау болып жатса, онда осылай 1 ilmek іліп алып, ары қарай да тоқи беруге болады. 1, 2, 3. Бұл бізде ilmek санын көбейтпейді, тек ортада тесік қалмас үшін ғана. Енді маркердің алдында тағы да 1 ilmekті қосып аламыз. Маркерді өткізіп, ортадағы 5 ilmekті тоқи береміз. Маркерді өткізіп аламыз да, маркердің алдында және кейін осылай 1 ilmekті протяжкадан тартып қосып отырамыз. Енді осылай тоқи береміз де, бұл ilmегімізді де қосып аламыз. Және келесі ilmekті де тоқып аламыз. Енді бұл тоқыманың теріс жағынан ilmekтердің барлығын теріс тоқимыз. Енді бұл жаңағы іліп алған ilmегіміз, бұл 1 ilmегіміз, осы ilmekті тоқимыз да, енді мына іліп алған ilmekті жандағы ilmekпен қосып, 2 ilmектен 1 ilmek тоқимыз. Сол кезде бізде осы жерде ойық болмайды. Ары қарай тоқи береміз. Егер бұл стронг үлгісі түсініксіздеу болып жатса, онда осы арнада өкші тоқудың 2 әдісі деген жеке видео бар, соны ашып қарасаңыздар болады. Маркерден кейін тағы да ilmek қосып аламыз. Енді бастап жүрген қыздар өкшені осы әдіспен тоқи берсеңіздер де болады. Бұл өте оңай тоқылу. Өкшенің ең оңай тоқылатын түрі. 1 ilmekті тоқып алдық. Енді бұл жерде тесік қалмас үшін осы протяжканы тартамыз да, немесе осылай протяжкамен қосып, 2 ilmектен 1 ilmek тоқимыз. Сонда бұл жерде үлкен тесік қалмайтын болады. Немесе жаңағындай тартып 2 ilmek жасауға да болады. Маркерді өткізіп, 5 ilmekті тоқи береміз. Бұл тоқыманың теріс жағынан ilmekтердің барлығын осылай теріс тоқи береміз да, соңында 1 ilmek қосып аламыз. 1 ilmekті қосып аламыз. Және осылай протяжкадан 1 ilmek тартамыз дағы, оны осы ilmekпен қосып, 2 ilmектен 1 ilmek тоқимыз. Осылай тоқып алдық. Маркердің алдында 1 ilmek қосып аламыз. Маркерді өткізіп,
ортадағы 5 ілмекті тоқып маркерді өткізіп аламыз да, маркерден кейін тағы да 1 ілмек қосып аламыз. Бір ілмекті осылай протяжкадан тартып 1 ілмекті қосып аламыз. Өстіп енді аяғына дейін тоқимыз. 2 ілмектен қалды, осы соңына дейін осылай тоқимыз. Мен осылай тоқып алдым. Қазір менде маркерге дейін ортадағы 5 ілмекке дейін бұл жақта 14 ілмек, бұл жағында 14 ілмек, және ортада 5 ілмек, барлығы 33 ілмек бар. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ілмек. 14 ілмек, және бұл жағында да 14 ілмек. Ортада 5 ілмек. 2, 4, 5 ілмек. Барлығы 33 ілмек бар. Енді керісінше ілмектерді қысқартып тоқимыз. Жаңа біз ортадағы 5 ілмектің алдында және кейін ілмек көбейтіп отырсақ, енді керісінше ілмектерді қысқартамыз. Маркер. Бес ілмекті тоқып алдық ортадағы. Енді осы маркерден кейін 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз да 1 ілмекті қосып аламыз. Енді осы жерден қайтадан теріс айналып, теріс жағынан теріс тоқимыз да, маркерімізді өткізіп, бұл ортадағы 5 ілмек, маркерден кейін бірден 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз да, 1 ілмекті қосып аламыз. Енді осы жерден оңға қаратып тоқымамызды осылай тоқи беремін. Ортадағы 5 ілмекті тоқып алдық. Енді 1 ілмекті тоқимыз да, бұл жерде осылай қарайтын болсақ, өзі көрініп тұр ілмек. Біз жаңа қосып алған ілмек. Енді осы ілмекті жандағы ілмекпен қосып 2 ілмектен 1 ілмекті оң тоқимыз да, енді тағы да 1 ілмекті қосып аламыз. Қосып аламыз да, осы жерден тоқымамызды теріс айналдырып, енді бізге маркердің қажеті жоқ. Осылай тоқи береміз де, өзі осылай қарайтын болсақ, өстіп көрініп тұр. Енді осы 2 ілмектен 1 ілмек тоқып, 1 ілмекті қосып аламыз. Оң жағынан да, теріс жағынан да тоққанда барлығын тоқимыз да, соңғы ілмекті жандағы ілмекпен қосып 1 ілмек тоқып, одан кейін 1 ілмекті қосып алып отырамыз. Соңғы ілмек жандағы ілмекпен қосып 1 ілмек тоқып, және 1 ілмекті қосып аламыз. Енді теріс жағынан да тұр осылай. Осы қарайтын болсақ, көрініп тұр. Жерде үлкен ойық бар. Осы 2 ілмектен 1 ілмекті теріс тоқып, және 1 ілмекті қосып аламыз.
міне соңғы ілмек, 2 ілмектен 1 ілмек және 1 ілмекті қосып аламыз. Енді өстіп аяғына дейін тоқимыз. Мен осылай тоқып алдым, екі шетінен ілмектерді қысқартып, менде қазір 19 ілмек бар. Біз 19 ілмектен бастағанбыз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 және 19 ілмек. Енді ары қарай табанын тоқимыз. Тура осы жерге дейін тоқылды. Менде бұл жерде 3 ілмектен және бұл шеттен ілмектер қысқартылып отырады. Ортадан бір-бір ілмектен қайтадан көбейтіліп отырады. Бұл бізде табаны осылай әдемі тоқылу үшін ғана. Және де слетикті киген кезде осылай өкшесі және табаны өте жақсы отыратын болады. Көп жылжи бермейтін болады. Енді бұл тоқыманың оң жағы, оң жағынан 1 ілмек және 2 ілмекті тоқып аламыз да, 2 ілмектен 1 ілмекті ілмектерді оңға қаратып тоқимыз. Және бұл 19 ілмекті 3-ке бөліп аламыз. Ортада 3 ілмек дедім. Ортада 3 ілмек және 2 шетте 8 ілмектен болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ілмек. 1 ілмекті қысқартып жердік, сонда бұл жерде 7 ілмек. 2, 4, 6, 7 ілмек. Енді ортада 3 ілмек болады, бұл жағында да 8 ілмек. 2, 4, 6, 8 ілмек. Ортада 3 ілмек. Енді осы 3 ілмектің алдында осылай 1 ілмекті қосып аламыз. Бұл жерде маркер қоюдың қажеті жоқ, өзі осылай қазір ілмек ілгеніміз білініп тұрады. 1, 2, 3 ілмекті тоқып аламыз да, одан кейін тағы да 1 ілмекті қосып аламыз. Қосып аламыз да, енді соңғы 4 ілмекке дейін тоқимыз. Соңында 4 ілмек қалды, енді бұл 2 ілмекті осылай солға қаратып, 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. 1 ілмекті оң тоқып, 7 ілмекті теріс тоқимыз. Енді бұл тоқыманың жағынан ілмектердің барлығын осылай теріс тоқи береміз. Біз енді бұл жерде 1 ілмек қысқартып отырғанмен ілмек саны көбеймейді, азаймайды, өйткені біз ортадан 1 ілмек қайтадан іліп алып отырмыз. Енді тағы да 2 ілмекті тоқимыздағы, бұл 2 ілмекті осылай оңға қаратып, 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Енді ортадағы 3 ілмекке дейін тоқи береміз. Міне жаңағы іліп алған ілмегіміз осылай қарайтын болса, осы көрініп тұр. Бұл ілмекті тоқып аламыз да, ортадағы 3 ілмек, осы ілмектің алдында 1 ілмек іліп аламыз. Енді бұл жерде егер шатасып кетіп жатсаңыздар, онда тура осы жерден маркер қойсаңыздар болады. 1, 2, 3 ілмек. Іліп алған ілмегіміз жаңағы, осы 3 ілмектен кейін тағы да 1 ілмекті протяжканы көтеріп, 1 ілмекті оң тоқимыз. Енді соңғы 4 ілмекке дейін тоқи береміз. Соңғы 4 ілмек, бұл жерде ілмектер солға қарап тұр, осы солға қараған қалпында тоқимыз. Тоқыманың жағынан ілмектерді осылай теріс тоқи береміз. Енді бұл тоқыманың оң жағынан шеткі ілмек, одан кейін 1 ілмекті тоқып аламыз да, 2 ілмекті оңға қаратып, 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Енді ортадағы 3 ілмекке дейін тоқи береміз. Міне, ортадағы 3 ілмек анық көрініп тұр. Осы 3 ілмектің алдында 1 ілмекті
протяжкадан тоқып аламыз дағы. Одан кейін 1, 2, 3 ilmегімізді тоқып, және тағы да 1 ilmекті протяжкадан көтеріп, 1 ilmek тоқып аламыз. Ары қарай соңғы 4 ilmekке дейін тоқимыз. Соңында 4 ilmek қалды. 2 ilmектен 1 ilmek тоқып, 1 ilmekті оң тоқып, келесі шеткі ilmekті теріс тоқимыз. Енді ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Тоқылуы қиын емес. Аяғымызға өлшеп отырып, осылай өлшейміздағы, соңғы саусақ жабылғанға дейін тоқимыз. Ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Мен табанды қажетінше тоқып алдым. Енді ары қарай бас жағын тоқимыз. 2 ilmek, 2 ilmектен кейін осы 2 ilmekті қысқарта береміз. 2 ilmектен 1 ilmek тоқимыз. Енді ортадан ilmek көбейтпейміз, тек 2 шеттен 1 ilmектен қысқартып отырамыз. Ортаңғы 3 ilmek, бұл жерден ilmek көбейтіп отырғанбыз. Енді ilmekтерді керісінше 7 ilmekке дейін азайтамыз. Соңында 4 ilmek қалды. Осы 2 ilmekті де қысқартамыз. 2 ilmектен 1 ilmek тоқимыз. Және 1 ilmek соңғы ilmekті теріс тоқимыз. Енді бұл тоқыманың теріс жағынан ilmekтерді ешқандай өзгеріссіз осылай теріс тоқи береміз. Теріс жағынан қысқартпаймыз, тек оң жағынан ғана қысқартамыз. Осылай тоқып алдық. Енді бұл тоқыманың оң жағынан тағы да ilmek қысқартамыз. Бірінші ilmek, екінші ilmekті тоқимыз дағы. Бұл 2 ilmekті оңға қаратып, 2 ilmектен 1 ilmek тоқимыз. Сонда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 ilmek қалды. 2 ilmekten 1 ilmek, 13, 14, 15. Бізде осылай 15 ilmek қалды. Енді өстіп, өз бетімізше соңғы 7 ilmek қалғанға дейін тоқимыз. Егер сіздер жіңішке жіптен тоқып, ол ilmekтеріңіз көбірек болса, онда 7 ilmek емес, 9, 10, 12 ilmekке дейін қысқартып тоқисыздар. Менде енді бұл жіп жуан болғандықтан мен 7 ilmekке дейін қысқартып тоқимын. Ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Мен осылай соңғы 7 ilmekке дейін тоқып алдым. Табанымыз осылай тоқылды. Бас жағы. 2, 4, 6, 7 ilmek. Енді ары қарай алдын тоқимыз. Алдымен де меланж жіппен тоқылған, сондықтан осы жерден меланж жіпті қосып, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek, және бұл шеттен, шеткі ilmектер, осы шеткі ilmектен толық 1 ilmегінен 1 ilmek қосып аламыз. 8 ilmek болды. Енді бұл тоқыманың жағынан ilmekтерді теріс тоқимыз. 8 ilmek. Енді бұл шеттен де осылай 1 ilmekті қосып аламыз. Өстіп, бізге іліп аламыз да, оны теріс тоқимыз. Өйткені бұл тоқыманың іш жағы.
қосып алдық. Енді бұл тоқыманың оң жағы бізде 7 ілмек болған, енді 9 ілмек болды. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ілмек болды. Енді бұл шеттен де четкі ілмектен, толық бір ілмегінен осылай бір ілмекті қосып аламыз. 10 ілмек болды. Егер осы слетикті тоққанда табанын қалың етіп тоқитын болсаңыздар, онда бетін осылай жіңішке жіппен тоқыңыздар. Сол кезде слетиктеріңіз әдемі тоқылады. Егер екі беті де табанында қалың жіп болса, онда слетик өте кең болып кетеді аяқтарыңызға. Міне, четкі ілмек тоқыманың іш жағы болғандықтан бір ілмекті теріс тоқып аламыз. Өстіп 19 ілмекке дейін қайтадан теріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Келесі четкі ілмек, толық бір ілмектен алып, бір ілмекті тоқып аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бұл жерден четкі ілмектер 12, толық бір ілмек 13. Өстіп 19 ілмекке дейін жеткізіп теріп аламыз. Мен осылай 19 ілмекке дейін жеткізіп тоқып алдым. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ілмек. Енді менде ортасы 3 ілмек және 2 шеттен бір ілмектен қысқартып отырдым. Ортада 3 ілмек, сонда 16 ілмек қалады. 16-ны 2 шетке 8-ден бөлеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ілмекті тоқып аламыз да, 7-ші, 8-ші ілмекті 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Және ортадағы 3 ілмек, енді осы жерден маркер қойсақ болады. Әзірше 1, 2, 3. Осы 3 ілмектен кейін тағы бір маркерді қоямыз дағы, 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз, сонда бізде 2, 3, 4, 5, 6, 7 ілмек, және бұл шеттен 1 ілмекті қосып аламыз, 8 ілмек. Сонда бізде ілмек саны азайып көбеймейді, 19 ілмек тоқыла береді. Теріс жағынан ешқандай өзгеріс тоқи береміз де, соңында 1 ілмекті шеттен қосып аламыз. Және табанын қалай тоқыдық, тура солай тоқылады. Бұл шеттен де осылай 1 ілмекті қосып аламыз. Толық 1 ілмек, осы толық 1 ілмектен осылай бізге өткізіп алсақ та болады. Сол қосып алдық. Енді осылай ортаңғы 3 ілмектің алдында тағы да 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Сол оңға қаратып, 2 ілмектен 1 ілмек тоқып, 1, 2, 3 ілмегімізді тоқып, одан кейін осы ортадағы 3 ілмектен кейін тағы да 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз.
ары қарай ілмектерді аяғына дейін тоқып, соңында тағы да бір ілмекті қосып аламыз. Шеттен толық бір ілмектен бір ілмекті қосып аламыз. Енді өстіп, мынау басына дейін тоқимыз. Осылай тоқи береміз. Мен осылай тоқып алдым. Бұл жағы соңғы бір ілмекке дейін тоқылды, және бұл жақта бір ілмек қалды. Енді осы теріс жағынан жабамыз ілмектерді. Екі ілмектен бір ілмекті осылай теріс тоқып жабамыз, және өте қатты тартпаймыз. Жіп тоқыманың алдында бір шетінде, осылай қарайтын болсақ, сол жағында бір ілмек қалды. Осы бір ілмек қалған кезде жабамыз. Егер тағы да тоқитын болсақ, онда алды өте биік болып кетеді. Қазір соңында ол ілмекті де бір ілмек қып көтереміз дағы. Негізгі ілмегімізбен қосып, бір ілмек қып жабамыз. Соңғы ілмек жаптық. Енді бұл жерден бір ілмек қалды, бұл тоқылған ілмек. Енді осы ілмекті өстіп көтереміз дағы, бұл ілмекпен қосып, екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Осылай тоқылды. Сонда осылай болады. Енді жібімізді үзіп, осы жерден ішіне қарай жасырамыз. Слетигіміз осылай тоқылды. Өкшесі, өкше тұсы бәрі әдемі тоқылды. Табаны, алды. Өздеріңіз көргендей тоқылуы қиын емес, және де бұл слетикті қалдық жіптермен де тоқи беруге болады. Енді бұл видеода түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.